Осы сабағымызда біздер to-do list істейміз React пен useState арқылы. Мысалы, бұл жерге тапсырманы жазамын, добавить деген кнопканы басқан уақытта төменге шығу керек. Соны мен орынласам болады, галочканы басқан уақытта мына үсті сызылу керек. Удалить деген кнопканы бассам да болады, бұл тапсырма жоқ болып кетуі керек. Осыны енді React-та істеп шығайық. Бұл жерде проекттің версткасы MS сен тұрды. Бұл жерде CSS сен тұрды. Тек код жазуым қалды. Малыматларды сақлау үшін, оның үстіне әмелдер асыру үшін біздерге useState хугы керек болады React-тың. Оны басты кіртіп алайын. Import деймін. Сәл кетейін. Import useState from React деген. Енді маған список задач керек, сенетін затларының спискісі керек. Оны const деп алайын. Tasks десем болады. Set task useState деймін. Бұл список бір типтағы малыматлар болған үшін бұны массив деп алсам болады. Массив деп алайын. Енді осы жерге малымат кіртемін и добавить деген кнопканы басамын. Текст кіртуім керек. Inputта текст кіртетін болсам const деймін. Text set text. Бұл біздерде useState. Пустой текст болсын. Баста көріп алайын. Текст жазғанында консолда шығу керек. Const on added деген функция жаратамын. On added. Console log. И жазған текстім шығу керек. Бұны ссылка қылып беремін. Он клик басқан уақытта on added. Осы жерде енді value деймін. Мәнісі текстқа тең. On change деп алуым керек. On change. Set text. Таза мәнісі қой, өзгерген уақытта. Target value. Бұл жерде де деп беруім керек ссылкамен. Браузерде көрейін. Добавить дегенді басқан уақытта мына inputта жазғанымыз консолда шығу керек. Өзат жазамын. Добавить деген кнопканы басамын. Консолда шығып тұрды. Добавить деген бастым. Консолға шықты. Енді оны спискілерге қосуым керек болады. Так, мұна өзгертен функцияны on add task деп. On add task деп өзгерттім. Таза малымат қосуым керек. Tasks дегенге. Set task деймін. Осы жерде алдыңғы спред арқалы алдыңғы таскыларды аламын. Алдыңғы и таза task қойман. Жерде text деймін. Text болу керек. Completed. False болсын. False. Completed false. Таза task қосуды көреміз. Енді осы tasklарды мен li арқалы шығарып шығуым керек. Қалай шығарма оны? Tasks деп map арқылы істеймін. Map task деймін. Оны көшіріп алайын. Бұл жерде task text деген керек біздерге. Task text. Добавить деймін. Тавыр task қоян. Добавить деймін. Қосылып атырыпты біздерде. Таза task.
Енді кішкене бакларды түзелеші берейік. Мысалы completed болған уақытта үсті сызылып тұру керек. Және мына добавить деген кнопканы басқан уақытта мына текст жоқ болып кету керек. Болмаса алдыңғы текст сақталып қалып жатырды. Пустой текст добавить етуге болмайды деп істеуіміз керек. Қараңыз, бұл жерде пустой текст қосылып кетіп жатырды. Оны дұрыстап шығайық. Оның үшін шарттан пайдалану керек. Text trim деймін. Тең емес. Пустой. Егер сондай болған жағдайда ғана таза task қосылсын. Һәм кейін текстім, инпуттағы текстім пустойға айлансын деп істедім. Енді көреміз. Пустой текст добавить етілмейді. Бірақ бірдеңе жазсам, 1, 2, 3 деп қосылып жатырды. Енді completed деген бар. Біздерде осыны тек completed болған уақытта үсті сызылу керек. Біздерде default бойынша false болып қойылады. Оның үшін бұл жерге келемін. Мына жерде completed деген классым бар, өзгеріп тұратын, үстін сызып тұратын. Соны аламын. Егер task completed болса, егер болса, осындай текст шықсын, болмаса пустой болсын деп айтуым керек. Енді көреміз. Әмесін false. Енді істейміз. Удалить деген істеуіміз керек. Бұл жерде удалить деген басқан уақытта жоқ болып кету керек. Бұл жерде спискіміз. Таза функция жаратамын. Const on delete task деп. Өшіру үшін біздерге ID керек болады. ID-ні аламыз. On delete task ID. Таза массив жаратуым керек. New task. Осыдан алдыңғы тасклардың алып алым керек. Filter. Таза массив қайтарады. Task. Task ID тең емес деуім керек. ID. Бұл жерде уникальный ID жаратайық. Әрбір таскқа өзгеше ID жаратуымыз керек. Оны былай жаратсақ болады. Date.now. Сонда әрқайсысы уникальный болады. И сол уникальныйға қарап тұрып өшірсек болады әрбір таскты. Осыны енді өшіргеннен кейін set task деп new task дегенді қойып жібереміз. Фильтр арқылы тең емес деген таза массив қайтарып береді. On delete task дегенді пайдалану керек енді. Бұл жерде on click деймін. On delete task. ID-ні тастауым керек. ID-ді tasktың өзіне аламын, tasktың ID деп тастауым керек. Енді результатын көрейік. Баста тағы жаратама QWERTY добавить еттім. Удалить дегенді басуым керек. Удалить, өшіріп аты. QWERTY 1, QWERTY 2, QWERTY 3 деп қосайын. Енді мынаусын басаман. Удалить етіліп атырды. Удалить етіліп атырды. Удалить деген етіліп атыр. Әмесі етілді. Енді ақырғысы қалып тұрды. Біздерде мына инпутты басқан уақытта таскым орынланған болу керек. Һәм үсті сызылған болу керек. Оны қалай істесем болады? Так, const деймін. On toggle complete.
on toggle complete. Осы жерде ID керек болады өзгеше. Таза массивті өзгерту керек, массивлар спискісін. Const деймін, new task. Енді tasklардың хаммесін аламан, map деймін. Егер tasktың өзін алым керек, har tasktың өзін. Енді task ID тең ID-ға тең болса, онда осыны модификация қыл. Точкамен tasktың өзін аламан, бірақ completed дегенді аламан. Completed. Осыны task completed қылым керек. Егер ондай ID болмаса, tasktың өзін қайтарып берді. Соны қайттан таза set task деп қойым керек. New task. Inputқа келемен, егер checkit дегенді қойым керек. Checkit task completed on change ID-ін тастам керек. On toggle complete. Бұл жерде ID бар. Task ID. Task ID-ін тастадым. Егер completed болса, checkit галочка тұрады. Егер completed болмаса, галочка тұрмайды. Осыда ID-ін тастадым. Har ID-ін біздер уникальный істейміз. ID date.now арқылы таза уникальный ID істейміз. Көрейік енді результатын. Таза task добавить етемен. Үстіне басаман ғой. Сызылып атырды. Алдыңғы вариантында істемей тұрған еді. Міне. Удалить дегенді бастым. Өшіріп. Қайттан кодты түсіндіріп шығайын. Баста useState'ті жаратып алдым. Мағлұматтарды сақлау үшін, һәм мағлұматтардың үстіне әмелдер істеу үшін. Tasklар деген спискісін жаратып алдым. Ол пустой массив болды. Set task, сол taskты модификация қылады үстінен. Текст бар, set text боламын. Сол текст, пустой текст болады, сол тексттің үстінен модификация қылынады. Енді on add task деген функция жаратып алдым. Егер дедім пустой болса, істенбейді. Егер тең емес болса, істену керек деген бұл шарт. Set task дейді, алдыңғы tasklардың хаммесін алады, алдыңғы спискісін алады. Сөйтіп, ізіне таза spread оператор арқылы таза task қосып жібереді. Осы жерде on клик арқылы on add task дегенді бастым. On add task деген добавить деген кнопканы басқан уақытта істену керек. Сөйтіп, on delete task деген бар. Екіншісі, on delete task деген ID-ін алады, параметр ID. Оны қаяқтан білеміз? Task.id арқылы білеміз. Осыны on delete task дегенді on click дегенге беремен анонимный функция арқылы. Сөйтіп, осы жерге келеді, таза tasklар жаратады. Осыда фильтр деген осыған тең еместерін қайтарады. Егер тең болса, оны алып қалады өзінде. Тең еместерін қайтарады. ID-ға тең еместерін. Сөйтіп, соны қойып жіберсек болады. On toggle complete деген бар, ол дайын бар. Ол дайын new task деп қойыппан. Просто бір жерде task ID егер тең болса, бір кейін модификация қыл деп тұрпан. Егер true болса, false қыл, false болса, true қыл деген. Task completed. Егер ондай болмаса, тең болмаса, бұрынғысын қайтара бер деген. Сөйтіп set task дегенді қойып жібереміз. Осыны сіздер өздеріңіз істейсіз. Исходниклар комментарияның астында болады. Исходникларға қарап өздеріңіз істеп көрің.